Жарақат жағдайында біріншілік хирургиялық өңдеу. Бірінші студент өзін науқасқа таныстырды. Саламатсыз ба? Мен Жақып Сержан, мен сіздің студент хирург дәрігеріңізбін, және мен көмекшім Адалиев Ғазиз. Екінші, қандай әрекетті жүргізудің қажеттігін атап өтті. Сіздің жарақатыңызға байланысты оларыңызды өңдеп және тігеміз. Үшінші, мұқият қол жуды. Яғни қол жуып аламыз. Төртінші, керекті аспаптарды дұрыс таңдап алды. Инелер, тері мен тері асты май қабатын жансыздыруға арналған шприцтер, физиологиялық ерітінділер, ине ұстағыш, тігу материалдары, қандауырша, хирургиялық пинцет, йод, спирт және 0,25-0,5% намбакай ерітіндісі. Бесінші, стерильдік қатаң қадағалай отырып, маска және перчатка киіп, қолдарын спиртпен тазалады. Спиртпен тазалады. Алтыншы, жараны біріншілік тазалады. Шприцке стерилді физиологиялық ерітіндісімен терде қан ұйымдарын құмды жуып, түкті қырып тастады. Жетіншісі, стерилдік шарикпен пинцет көмегімен жарақат айналасын алдымен йодпен 3 рет, кейін шприцпен өңдеді. Келесі, операция алайын сиырды іш киіммен жектеп, намбакай немесе лидогай ерітіндісімен жансыздандырды. Лимон қабат пайда болғанша барлық қабаттарды кезекпен жансыздандырды. Келесі, жара туралы толық мінездеме беру үшін хирургиялық пинцетпен көмегімен жиектерін абайлап ашты. Жарақат каналының бағытын, тіндердің зақымдану дәрежесін анықтады. Келесі, сұйық қанды қан ұйымдыларын бөгде заттар және жыртылған теріні алып тастады. Жараның жиектерін олардың өмірге қабілеттілігін анықтады. Жараның түбін тексерді, тесілген немесе тесілмеген. Өмірге қабілетсіз тіндерді және езілген бөліктерді кесіп алып тастады. Келесі, жарақат дәрежесімен орналасуына байланысты бұзылған анатомиялық байланысты жүйке жүйесі, сіңірлер, тамырлар және тағы басқа қалпына келетіндігін атады. Сіздің басында сіңірлерді және қан тамырларыңыз сіздің ешқандай денсаулығыңызға зиян келтірмейді. Келесі, тері асты май қабатын бұлшықеттерді бір-біріне жақындастыра отырып, бір немесе екі түйінді тігістермен қабаттарды кесектестіріп отырып тікті. Теріні тігу кезінде тері жиектерін ұқыптап, тегістей отырып, пинцетпен жақындастыра отырып тікті. Келесі, жараны тігу ұзақтығын атап өтті.
Күшті жарақатыңызға байланысты жараның ұзақтығы Жарақаттан кейін 6 сағаттан 12 сағатқа дейін жаңадан дренажда отырып, тартпай тігіс салды. 12 сағаттан 24 сағатқа дейін жарақат айналасын тіліп, дренаждау арқылы алғашқы тігіс салды. 24 сағаттан астам уақыттан кейін тек қана жарақат айналасын тіліп, ашық түрде ем жүргізді. Келесі, үлкен және терең жарақат кезінде дренаждың негізгі тіліммен басқа қосымша тілімдер арқылы да енгізетіндігі туралы айтты. Келесі, соңынан тігісті спиртпен өңдеп, құрғақ шәлекпен сүртіп, құрғақ стилді таңып жасалды. Соңынан тігісті спиртпен өңдеп, құрғақ шәлекпен сүртіп, құрғақ стилді таңып жасалды. Жара аяқ қолда орналасса, оған иммобилизация жасалды.